бізге А, В, С бөлу 7 тең 53 дейді. Осы жердегі А қосу В қосу С-ның мәнін тап дейді. Бұны табу үшін бұл алтын сақы олимпиадасында 3-ші сыныптарға беріледі, кездеседі осындай тапсырма. Біз мұна үшеуінің қосындысын таппас бұрын, бірінші мұна жердегі А, В, С-ны біз X деп алып, осы А, В, С-ның орында 3 таңбалы сан тұратыны белгілі, өйткені 3 әріп тұр. Олай болса, кәдімгі қарапайым теңдеу түрінде тауып аламыз, X бөлу 7 тең болады 53. Олай болса, X тең болады 53-ті 7-ге көбейте саламыз. X тең болады, мұнау 57-ге көбейтсек 350, 300-дан екеуін көбейтсек 21. Яғни 371. 371. Олай болса, біз мына жерде X деп кеттік қой. А дегеніміз 3-ке тең, В-ның орнында 7, С-ның орнында 1 тең болады 11. Олай болса, біздің мына жерде табу керек санымыз 11 екен. Осылай жылдам есептей алуға болады. Осындай қызықты тапсырмаларды, логикалық тапсырмаларды үйреткіңіз келсе, балаңыздың қызығушылығын ашқыңыз келсе, менің TikTok каналыма жазылып алыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз, сақтап алыңыз, балаңызға жіберіңіз, логика деп жазып кетіңіз.